6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, сендерге өтірік, маған шын. Орманда бір қасқыр өмір сүріпті. Қасқыр бір күні әндетіп келе жатса, оны аңшы көріп қалады. Өй, мынау қасқыр ғой, қазір атып алайын. Сол кезде қасқыр қашып кетеді. Қасқыр қашып келе жатса, жолдан егіншіні көреді. Мені аңшы қуып келеді. Бір амалын тауып, жасыршы. Жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймын. Қайтсем екен? Жақсы, мына қапқа кір. Қасқыр жалма-жан қапшыққа кіріп кетеді. Сол кезде аңшы келеді. Қашып бара жатқан қасқырды көрдің бе? Ана жаққа қарай кетті. Аңшы сол кезде ары қарай жүгіріп кетеді. Егінші аңшыны басқа жаққа сілтеп алдап жібереді. Аңшы кетіп қалды. Енді жөніңе кете бер. Қарным ашып тұр, мен сені жеймін. Мұның қалай? Жаңа ғана сені аңшыдан құтқарып қалдым ғой. Жақсылыққа жамандық етуге бола ма? Неге болмасын? Әбден болады. Қарным ашып тұр, ештеңені білмеймін. Ендеше біреудің төрелігіне жүгінейік. Сол кезде сол арадан түлкі кетіп бара жатады. Ей, түлкі, төрелігін айтшы,
жақсылыққа жамандық жасауға бола ма? Бұлар түлкіге болған оқиғаны бастан аяқ айтып береді. Қайдағыны айтады екенсіңдер? Мына дорбаға үпілген қасқыр сыйды дегенге. Кім сенеді? Мүмкін емес. Расында да сыйдым. Иә, жаңа ғана шықты. Мүмкін емес. Бәрібір өз көзімен көрмейінше сенбеймін. Неғып сенбейсің? Шынымен жаңа ғана шықтым. Мені мазақ етейін дедіңдер ме? Өй, мынау сенбейді ғой. Әкелші бері. Қасқыр түлкіні сендірмекші боп, қапқа кіріп кетеді. Қане, қаптың аузын мықтап байла. Енді күздігіні егінді қалай соғатыныңды көрсетші. Иә, сазайын берейін. Міне саған. Енді қаптың аузын аш. Ой, түлкі, рахмет саған. Сен болмасаң, ана қасқырға жем болатын едім. Көптен бері істемеген бір әділ төрелігім болды. Сөйтіп, егінші түлкінің айласымен аман қалған екен.